Баршаңызға сәлем, мен тоқымашы Ұлмекен. Бүгін біздер өте қарапайым, оңай, әдемі повязка тоқып үйренетін боламыз. Сіз тоқымаға қызықсаңыз, менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Мен ирандық жіпті пайдаланатын боламын. Бұл бізде 100 грамда 350 метрді құрайды. Және екілік номерлі крючокты пайдаланатын боламын. Жұмысымызды бастаймыз. Сұқ саусағымызға жібімізді орап, жібін крючокқа шығарып тартып аламыз. Жібімізді кішкене тартып, осы жерден 18 воздушная петля тереміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Неке біздер воздушный петляны теріп болдық. Енді крючокқа жібімізді орап аламыз да. Мына жерден 2, 3 воздушный петля тастап, төртіншісіне тоқитын боламыз. Төртіншісіне тоқып, жібімізді тартып алып, столбик с накидом тоқитын боламыз осы жерге. Және бір воздушный петля көтереміз. Жібімізді крючокқа орап, астынан бір воздушный петля тастап, келесі петляға столбик с накидом тоқимыз. Алғашқы екеуіне өткіземіз, одан кейінгі екеуінен өткіземіз. Бір воздушный петля көтереміз, жібімізді крючокқа орап, бір петля тастап, одан кейінгі петляға бір столбик с накидом тоқимыз. Бір воздушный петля, бір петля тастап, келесі петляға столбик с накидом тоқимыз. Бір воздушный петля көтереміз, астынан біреуін тастаймыз да, келесіне тоқимыз. Столбик с накидом. Бір воздушный петля көтереміз, келесі петляға, астынан біреуін тастап, келесі петляға столбик с накидом тоқимыз. Бір воздушный петля көтеріп отырамыз, және астынан бір петля тастаймыз да, мына петляға столбик с накидом тоқимыз. Бір воздушный петля көтереміз, крючокқа жібімізді орап алып, соңғы петляға столбик с накидом тоқып аламыз. Неке бізде бірінші қатар аяқталды. Екінші қатарда 4 воздушный петля көтереміз, 2, 3, 4 тоқымамызды бұрамыз. Крючокқа жіпті орап, мына екі столбиктің арасындағы тесіктен өткізіп, дәл солай столбик с накидом тоқимыз. Бір воздушный петля көтереміз, крючокқа жібімізді ораймыз, мына тесіктен столбик с накидом тоқимыз. Бір воздушный петля, крючокқа жіпті орап, екі столбиктің арасындағы тесіктен столбик с накидом тоқимыз. Крючокқа бір воздушный петля көтереміз, екі столбиктің арасынан столбик с накидом тоқимыз. Яғни бір воздушный петля көтеріп отырамыз. Мына жерден де столбик с накидом. Бір воздушный петля, столбик с накидом мына тесіктен де. Бір воздушная петля, мына тесіктен де столбик с накидом тоқимыз. Бір воздушная петля, және соңғы тесіктен де столбик с накидом тоқимыз. Осылайша екінші қатарды аяқтадық. Осылай бізде узоры зигзаг есебінде кете береді. Үшінші қатарда 1, 2, 3, 4 тоқымамызды бұрамыз. Крючокқа орап, тесіктен
столбик с накидін тоқимыз. Бір воздушная петля көтереміз. Мына тесіктен столбик с накидін тоқимыз. Бір воздушная петля көтереміз. Мына жерден столбик с накидін тоқимыз. Бір воздушная петля көтереміз. Және мына тесіктен столбик с накидін тоқитын боламыз. Бір воздушная петля көтереміз. Келесі тесіктен столбик с накидін тоқимыз. Бір воздушная петля тоқимыз. Келесі тесіктен столбик с накидін тоқимыз. Бір воздушная петля. Крючокқа жіпті ораймыз. Келесі тесіктен столбик с накидін. Алғашқы екі жіптен және соңғы екі жіптен өткіземіз. Бір воздушная петля көтеріп отырамыз. Және соңғысын тоқимыз. Үшінші қатардың столбик с накидін. Үшінші қатар аяқталды. Төртінші қатар 4 воздушная петля, 2, 3, 4. Тоқымамызды бұрып аламыз да, дәл солай әрбір тесіктен столбик с накидін тоқып отырамыз. Бір воздушная петля көтереміз. Мына тесіктен де столбик с накидін тоқимыз. Бір воздушная петля көтереміз. Келесі тесіктен столбик с накидін шығарамыз. Бір воздушная петля көтереміз. Келесі тесіктен столбик с накидін тоқимыз. Бір воздушная петля. Келесіне де дәл солай столбик с накидін. Бір воздушная петля. Столбик с накидін. Бір воздушная петля. Келесі тесікке столбик с накидін. Бір воздушная петля және соңғысына бір столбик с накидін. Міне 4 қатар тоқып болдық. Енді арғарата әрбір қатарға 4 воздушная петля көтеріп отырамыз. 1, 2, 3, 4. Және осылайша тоқымамызды бұрып, дәл мына тесіктердің арасынан мына жер былай, әрбір қатарда 4 воздушная петля көтеріп отырып, екі жағынан айналдырып, осылай ұзыннан тоқи береміз. Өзімізге қажетті сантиметрде немесе қатарда. Зигзаг сияқты узор шыға береді сонда. Мен тоқып болдым. Маған қажетті ұзындық осы жарайды. Және осыны екіге бүктейтін боламыз қазір. Мен 35 қатар тоқыдым. Міне осылай созылады бұл. 2-3 жастағы қыздарға да бара береді. Енді мына тоқыманың, мына бізде оң жақ беті болады тоқымамыздың. Және бұны осылай теріс жақ бетінен екіге бүктеп тігетін боламыз. Мына жерінен. Осылай крючокқа алып, ең бірінші петлясы бар. Небір тесіктен жіпті алып өткізіп аламыз. Екеуінен бірге өткіземіз. Келесі жаққа айналдырамыз да, мына жіпті жасырып отырып, ортасына. Бірінші мына тесіктен бірге столбик без накида тоқып шығамыз, яғни біріктіреміз. Келесісінде мына бір кішкентай петля тұр ғой тесік. Осы жерден өткіземіз. Екі жағы бірге алыну керек бізге ең бастысы. Және келесісі мына екі столбиктің арасындағы, былай ашқанда көрінеді. Екі столбиктің арасындағы тесіктен өткіземіз. Келесісін мына столбиктің петлясына өткіземіз осы жерден. Және дәл солай кезектестіріп, тесіктен, екі столбиктің арасындағы тесіктен, столбиктің петлясынан
Міне біздер тоқып болдық. Бір воздушный петля көтеріп, бекітіп аламыз. Қайшымызды қиып тастап, жақсылап. Біздер бекітіп алдық. Мына жерден енді жасырып тастайтын боламыз. Оң жақ бетіне айналдырамыз. Бізде осылай шығады оң жағынан. Мына шовты артына жібереміз. Осындай әдемі оңай повязка шықты бізде. Егер де сіздер үлкен қыздарға, 6-7 жастағы қыздарға тоқимын десеңіздер, онда 40 қатар, 45 қатар тоқсаңыздар болады. Мен 35 қатар алып тоқыдым. Енді біздер осы повязкамызға сән беретін осындай әдемі гүл тоқып үйренетін боламыз. Бұл гүлдің әртүрлі неше түрлері бар. Мен дәл осы түрін тоқып көрсететін боламын. Менде осындай қалған жіптер бар. Ақ және сары жіпті пайдаландым. Ақ жіптен бастап тоқимыз. Дәл сол 2-ші номерлі крючогымызды пайдаланамыз. Сұқ саусағымызға жібімізді орап, жұмыс жібін тартып шығарамыз да 4 воздушный петля көтереміз. 1, 2, 3, 4. Алғашқы петлямен жай ғана біріктіріп аламыз. Мына енді арасында тесік бар бізде. Ешқандай бас көтермей, осы тесіктен столбик без накида 6-ын тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6. Алтауын тоқып болдық. Және бірінші петля біріктіріп аламыз. Бірінші қатар аяқталды бізде. Бір воздушный петля көтереміз. Енді келесі петляға, әрбір петляға 2-ден столбик без накида тоқимыз. Келесі петляға 2-ін тоқимыз. 1, осы петляға 2-ші столбик. Келесі петляға 1, осы петляға тағы бір столбик без накида. Келесі петляға 1, дәл осыған тағы 1-ін тоқимыз. Келесісіне 1, дәл осыған тағы 1-ін тоқимыз. Келесісіне 1, осы петляға тағы 1-ін тоқимыз. Осылай әрбір петляға 2-ден столбик без накида тоқып, 6 столбик без накиданы 12 столбикке айналдырамыз. Қатарды аяқтадым. Енді біздерге 2-ші жіп қажет болады, қиып тастаймын. 2-ші сары жібімді өткізіп аламын крючокқа. Осы жерден жайлап жібімді тартып қоямын. Жібімізді крючогымызға орап, келесі петлядан бастап, мына петлядан бастап, жібімді бірінші рет шығарып аламын. 3 жіп пайда болды. Крючокқа жібімді ораймын. Дәл осы петлядан 2-ші рет тартып аламын. Крючокта 5 жіп пайда болды бізде. 5 пайда болды. Енді тағы да крючокқа жібімді ораймын. Дәл осы петлядан 3-ші рет жұмыс жібін тартып аламын. Крючокқа ораймын. Дәл осы петлядан 4-ші рет тартып аламын жұмыс жібін. Осылай 4 рет тартып аламыз да, накидпен осының ішінен жайлап өткізіп аламыз жұмыс жібін, және бір воздушный петля көтереміз. Бізде бірінші гүлдің несі шықты. Енді 2-ші келесі петляға дәл солай крючокқа жібімізді орап аламыз да, мына 2 жіпті жасырып отырып, келесі петляға бірінші жұмыс жібін тартып аламыз. Крючокқа ораймыз. Осы петлядан 2-ші рет жұмыс жібін тартып аламыз. Жіпті крючокқа ораймыз. Дәл осы петлядан 3-ші рет жұмыс жібін тартып аламыз. Крючокқа ораймыз жіпті.
дәл осы петлядан 4-ші рет тартып аламыз. Енді жұмыс жібін осы ілмектерден барлығын бірге жайлап өткіземіз. Мінекей, мына петляны да қосып өткіземіз. Бір воздушная петля тоқимыз. Келесі дәл солай. Екеуі пайда болды бізде. Крючокқа ораймыз. Келесі петлядан бірінші рет жұмыс жібін тартып аламыз. Крючокқа жіпті ораймыз. Осы петлядан екінші рет жұмыс жібін тартып аламыз. Крючокқа ораймыз. Үшінші рет жұмыс жібін тартып аламыз. Крючокқа ораймыз. Төртінші рет жұмыс жібін тартып аламыз. Барлығын бірге өткіземіз. Бір воздушная петля көтереміз. Бізде үшеуі пайда болды. Дәл солай келесі петляға да жасап шығамыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Жұмыс жібін барлығынан бірге өткіземіз. Бір воздушная петля көтереміз. Келесісіне де біреу, дәл осы петляға, екінші, дәл осы петляға, үшінші, дәл осы петляға, төртінші. Барлығын бірге өткіземіз. Бір воздушная петля көтереміз. 1, 2, 3, 4, 5. Бесеуін тоқыдық. Енді ары қарай өзіміз жалғастырамыз. Соңғы петляға келдім. Бірінші жұмыс жібін тартып аламыз. Екінші жұмыс жібін тартып аламыз. Үшінші, төртінші. Дәл осы петляға тоқимыз барлығын. Төртіншісі. Барлығын бірге алып қосамыз. Енді бірінші петлямен біріктіріп аламыз осылай. Бізде пайда болды гүліміз. Енді бір воздушная петля көтеріп, жақсылап бекітіп, қиып тастаймыз жібімізді. Осылай, мына жерге біздер бекітетін боламыз енді. Жақсылап буып аламыз. Осылай оң жақ, теріс жақ беті. Гүлімізді бекітіп алдық. Менде осындай әдемі повязка пайда болды. Менімен бірге тоқылып шыққандарыңызға рахмет.